Достар, ірі қара малдағы үлкен төл проблемасы. Сіздердің сиырларыңыз босана алмайтын жағдайлар болды ма, және ол проблеманы қалай шештіңіздер? Комментарийда бөлісіп отырыңыздар. Төлдің үлкен болуы және сиырдың босана алмауы аса көп кездесе қоймайды. Мысалы, негізінде ондай проблема көбінесе инбридинг орын алған кезде болады. Яғни қан алмасу. Қан алмасқанда төлдің структурасы өзгеше болып кетеді. Мысалы, мойын ұзынырақ болуы мүмкін, төл үлкенірек болуы мүмкін. Яғни сиыр босана алмайтын жағдайлар орын алуы мүмкін. Біздің шаруашылығында ондай мәселе кездескенде біздің бірден түсінгеніміз қан алмасу инбридинг болып жатқан. Яғни бұқаларды уақытылы бөліп тастап отыру керек. Егер сіздердің сиырларыңыз асыл тұқымды болмаса, яғни жай қазақи сиырлар болса, онда мүмкін ондай проблема жиі кезігіп тұруы мүмкін. Негізінде ондай проблема мүлдем болмау үшін асыл тұқымды малды алу керек. Негізі менің білетінім, ангус тұқымдарында төлі кішкентай болады. Яғни ондай орын ала қоймайды. Және қалмақ сиырларының босанғанда проблемасын әлі кезіктірмеппін. Мүмкін Шароледе де солай шығар. Мысалы, басқа ақбастармен енді жұмыс істеп көрген жоқпын. Болды ақбастар, бірақ бізде оның саны аз болды, сондықтан ондай кезге қойған жоқ. Сіздер қалай босана алмайтын жағдай ақбас сиырларында және сементал сиырларында болып жата ма? Кімде бар, кім ұстап жатыр соларды? Ойларыңызды комментарийде жазсаңыз бізге өте қызық болар еді.